Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, мектеп алды сынып мұғалімдері және тәрбиешілер. Сіздер 4-ші қосымшамен толтырасыздар, яғни бассейнсіз. Ал 3-ші қосымшамен әдіскерлер толтырады. Олай болса, мен сіздерге көрсетейін. Маған сәл ыңғайсыздау, бір қолмен телефон ұстап отырғандықтан. Мына жерде 1 жас дегеніміз ол ерте жас тобы, 2 жас кіші, 3 жас ортаңғы, 4 жас ересектер тобы, 5 жаста мектеп алды топ және мектеп алды сынып мұғалімдер толтырады. Бүгін біз 2 жастың мен индикаторын көрсетейін. Әріптестер, мына жерде баланың аты жөні жазылады. Мына жерде 2 дегеніміз ол 2 жасты білдіреді. F дегеніміз физикалық дағды. 1 дегеніміз сол физикалық дағдының бірінші индикаторының этапы болып табылады. Мынау критерий бізге берілген, ал мына үшеуі индикаторлар. Бірінші критерий бойынша бірінші индикатор ол жоғары деңгейді білдіреді, екінші орташа деңгейді білдіреді, үшінші төмен деңгейді білдіреді. Яғни әріптестермен жобамен индикатор бойынша балалардың деңгейлерін қойып шықтым. Бұл жерде мен бірінші тәрбиеленушіге жоғары деңгейді қойдым, екінші тәрбиеленушіге орташа деңгейді қойдым, үшінші тәрбиеленушіге төмен деңгей, төртіншіге орташа деңгей, солай жүргізіп қойып шықтым. Келесі индикаторлар бойынша да қойып шықтым. Енді әріптестер, бұл жерде міне астыңғы жағында Excel кестесінде автоматты түрде шығып тұрады. Міне 4, 10, 6. 3 индикатор бойынша барлығы 20 бала. Ал мына жердегі пайызды есептейік. 16, 40, 24, яғни 80-ді көрсетіп тұр. Ол жер дұрыс емес. 100 болу керек 3 индикатордың қосындысы. Ол жерде қателік, мен алдыңғы видеода да түсіндіргенмін. 16-ны бассақ, үстінде бізге 25 баланың процентімен шығарып тұр. Сол жерге біз 20 бала болса 20 деп жазамыз, 28 бала болса 28 деп жазамыз. Яғни 20 деп жаздық. Сосын мына Enter деген кнопканы басамыз. Сол кезде автомат түрде міне. Енді 20-ның үстін бассақ, міне 20% шығарып тұр. Енді барлық дағдылар бойынша сол 20 баланың көрсеткішін көрсету үшін біз мышканың көмегімен міне 20-ның шетінде плюс шығады, сол плюсты оң жаққа қарай жылжыта береміз. Бұл жөнінде мен алдыңғы видеода да түсіндіргенмін. Барлық дағды бойынша соңына дейін жүргізіп шығамыз. Кесте жүріп жатыр, байқап отырсаңыздар. Міне, соңы міне болды. Міне соңын бассақ, міне 20%, яғни 20 балаға жуықталған. Енді әріптестер, сіздің кестеңізде процент міне 20, 50, 70, 100% толығымен шығыпты. Енді мына артық кестелерді біз кетіріп тастау үшін бұлай белгілеп алатын боламыз. Барлығын соңына дейін бұлай белгілейміз де. Немесе қосатын болсаңыз да сол мышканың оң жағын бассаңыз, осындай бөлімдер шығады. Сол жерде удалить дегенді бассаңыз, строка дегенді бассаңыз, автоматты түрде кетіп қалады. Енді әріптестер, міне біздің деңгейлеріміз шықты. Енді біз дағдыларды былай ысыра бергенде, мысал үшін баланың аты жөні кетіп қалады. Сол аты жөні кетпес үшін біз мына жердегі бірінші дағдының
үстін басамыз да мына жаққа барып видке барамыз. Сосын закрепить области дегенді бассақ, выделить етеміз. Енді біздің баланың аты жөні сақталатын болады. Тек деңгейлер былай ауысып жылжып отыратын болады. Алып тастағыңыз келсе, қайтадан сол видке барасыңыздар да закрепить области снять дегенді басасыңыз. Бассаңыз, манағы бастапқы қалпына келетін болады. Енді әріптестер, астыңғы жағында бізде ескерту деген бөлім бар. Бұл жерде жоғары, орташа, төмен деген деңгейлер көрсетілген. 2 дегеніміз баланың жасы, F дегеніміз физикалық дағды, коммуникативтік дағды, танымдық дағды, шығармашылық дағды, әлеуметтік эмоционалды дағдылар бойынша. Енді әріптестер, біз бүгін мен мына жерде тек қана физикалық дағдыны толтырып отырмын. Сол бойынша автоматты түрде астына көрсетілген пайызды тексеретін боламын. Ол үшін осылай белгілеп аламын да. Мына жердегі автосумаға барамын. Автосуманы бассам, мына жерде мен автоматты түрде 100 деген сан шығып тұр. 100 деген сан шықса, ол дұрыс. 100% көрсетті. Енді әріптестер, мына жерде физикалық дағды бойынша сіздің жоғары деңгейдегі балаларыңыз 23% көрсетіп тұр. Бірақ сіз неше балаңыз сол 23% көрсетіп тұрғанын білмеген жағдайда сіздер осы жерге міне қазақ тілді былай ағылшыншаға аударамыз. Сонан соң мына жерде міне тең боладыны басамыз. Тең боладыны басамыз. Сонан соң мына 23%-дің үстін басамыз. Осындай формула шығады. Мына звездочка, яғни бұл көбейту белгісі. Бала санын жазамыз. 20. 20 деп бала санын жазамыз. Бөлудің белгісі міне. Сосын оны 100 деп жазамыз. 100. Яғни сосын Enter'ді басамыз. Enter'ді басқанда міне 4,6 болды. Яғни 4,6 болса, біз жуықтап оны 5 деп жазамыз. Яғни біздің 5 баламыз жоғары деңгейде. Келесі 46% көрсетіп тұрған. Дәл солай, міне, тең боладыны бассақ, тең болады шығады. Ол үшін біз мана айттым, ағылшынға аударып аламыз тілді. Сонан соң тең боладыдан кейін 46%-ның үстін мышканың сол жағымен бассақ, осындай формула шығады. Сосын міне тағы да көбейту белгісін басамыз. Сосын бала саны міне 20. Мен 20 баланы шығарып отырмын, сол себепті 20 деп жазамын. Сізде 25 бала болса, 25 бала деп жазасыз. Мына жерге бөлемін 100. Enter'ді басамын. Міне 9,3 болса, 9 деп жазасыңыз. Енді мына тағы да тең болады. Сосын 30-ның үстін басамыз. Көбейтеміз 20. Бөлеміз 100-ге. Enter'ді бассақ, міне 6. Енді осыны былай выделить етеміз де автосумаға барамыз. Автосумаға барсақ, міне. Яғни сізде 20 балаңыз бар барлығы. Оның жоғары деңгей 5 бала, орташа деңгей 9 бала, төмен деңгей 6 баланы көрсетіп тұр. Барлығы 100%-ді құрап тұр. Сол сияқты мына әр дағдылар бойынша қойып шығасыңыздар. Әріптестер, сіздер әр индикаторды толтырғанда өте мән беріңіздер. Мына жерде берілген 3 индикатордың тек қана біреуіне ғана 1 деген санды қоясыздар. Ал егер де осы 3 индикатор бойынша 2 графаға 1 деген сан қойылып кетсе, астында итоғы дұрыс шықпайды. Көбіңіз сол жерден қателесіп жатсыздар. Енді әріптестер, осы бойынша әдіскерлеріңіздің толтыратын кестесін түсіндіріп кетейін. Мысалы үшін, мына жерде мен жаздым. Біз жаңа 2 жастағы балалардың деңгейін анықтаған болатынбыз. 2.
Енді мен әдіскерлердің кестесіне келсем, мына жерде 1 жастан басталады. Ал маған керегі 2 жас. Тағы сол сияқты міне графа кетіп қалды алдыңғы жағы. Ол кетпес үшін мен 1 жастағы балалар саны деген үстін басамын да, тағы видке барамын. Сосын міне закрепить области деймін де, выделить етемін. Болды. Енді міне ауысып тұрады. Маған керегі 2 жастағы балалар. Мысалы үшін 2 жастағы балалар. Жастағы балалар. Балбұлақ тобы. Тәрбиешінің аты-жөні Айсара деп жаздым. Жобамен жазып қойып отырмын. Мектепке дейін ұйымда барлығы 280 бала болса, 280 деп жазасыз. Балбұлақ тобында манағы айтқан бойынша 2 жастағы балалар саны 20 болды. Оның ішінде жоғары деңгейде 5 бала болды. Орташа деңгейде 9, төменгі деңгейде 6 бала болды. Сонан соң енді келесі, мысалы үшін мектепке дейінгі ұйымда 2 жастағы кіші топта 2 топ болса, бірінші тобында 20 бала болса, екінші тобында 24 бала болса, міне жоғары деңгейде 7 бала көрсеткіш көрсетсе, орташа деңгей 10, төмен деңгейде 7 бала көрсетсе, былай шығарамыз. Оның итогын міне 20 мен 24-ті тағы да солай автосумасын шығарып аламыз. Автосумаға барамыз. Автосуманы басам, міне 44 шықты. Яғни мына жерде біз ойшада есептесеңіз 12 болады. Мына жерде 19 бала. Мына жерде 13 бала. Енді осының пайызын шығару үшін сіздер тағы да шрифті ағылшыншаға аударасыңыздар. Міне жоғары деңгейде 12 баланың пайызын шығару үшін әдіскерлер, сіз міне тең боладыға барасыңыз. Міне 12-ның үстін басасыңыз. 12-ның үстін басасыңыз. Көбейтесіңіз. Жүзге бөлесіңіз. 44-ке бала саны міне 27% шығарып тұр. Тағы да міне тең боладыға барасыңыз. 19 мына жерде бала санын басасыз. Осындай формула шығады. Көбейтесіңіз. 100-ге бөлесіңіз 44 бала санына. 43% шықты. Сосын міне тағы да тең болады. 13-тің үстін бассаңыз осындай формула шығады. Көбейтесіңіз, міне 100 деп жазасыңыз. 100 деп жазасыз міне. Сосын оны бөлесіңіз. Бөлу деген мына жерді басасыңыз. 44-ге, яғни общий бала санына тең болады, міне 29. Яғни сізде 27, 43, 29% көрсетіп тұр. Барлық дағды бойынша. Мына жерге сіз автосуманы шығаруыңызға болады. 100% шығару керек. Ол үшін бүйтіп қосасыңыз. 100% көрсетіп тұр. Яғни сізде 2 жастағы барлық бала саны 44, оның ішінде жоғары деңгейде 27 бала, орташа деңгейде 43 бала, төмен деңгейде 29 бала, 29,5, яғни 30% құрайды. Общий барлығы 100% көрсетіп тұрса, 100 деп алдына жазсаңыз да болады, немесе мына астыңғы төменгі жаққа жазсаңыз да болады. Кетіріп тастап. Сол сияқты барлық топтықын осылай шығарып әкелесіздер. Назарларыңызға рахмет.